Мен Қазақстан әдемі ел деп есептеймін. Өткені Қазақстанда биік таулар, шексіз далалар, таза көрген көз тиседі. Бұл ердің табиғатын алуан түрлі етеді. Мысалы, Алматыда Іле Алатауының тауларын көруге болады, ал далада Ақбөкен сияқты сирек жануарлар мекендейді. Қорытынын Қазақстан мақтан тұтатын жер. Қазақстанның табиғатын қорғау өте маңызды. Бізде әлемде таулар, өзеннен, көлдер мен далалар бар. Әсіресе тауларымыз өте биік және көркеті. Табиғатымыз таза ұстау, үшін қоқысты тастамау, ағаштар мен жануарларды қорғау қажет. Табиғаттың сұлулығы біздің байлығымыз, сондықтан оны сақтайық. Қазақстанда ауа, су ластанып, табиғат бұзылуда. Бұл адамдарға және жануарларға зиян келтіреді. Зауыттар мен машиналардан шыққан түтін және қоқыстар ауаны, суды ластайды. Сондықтан адамдар ауырып қалады, жануарлар мен өсімдіктер азаяды. Экологияны жақсарту үшін адамдар мен мемлекет бірге жұмыс істеу керек. Ағаш отырғызып, қоқысты азайту қажет.